Сәлем, Әскербек сіздермен. Осыдан 56 жыл бұрын адам баласы алғаш рет ғарышқа ұшты. Содан кейін араға 8 жыл салып американдық астронавттар айға аяқ басты. Сол жылдары ғарышты бағындыру өте қарқынды жүріп жатты. Сол себептен көпшілік енді алдағы уақытта көршілес Марс, Шолпан деген сияқты планеталарды біз бағындырамыз, отарлаймыз деп ойлады. Бірақ қазір өздеріңіз көріп отырғандай, адамзаттың ең алыс барған жері ол тек ай ғана. Аспан әлемін ғарышты тереңірек зерттей келе, басқа планетаны отарлау біз ойлағандай оңай емес екенін түсіндік. Қазіргі таңда NASA және Илон Маск бастаған SpaceX сияқты компаниялар 2030 жылға таяу қызыл планетаны, яғни Марсты бағындырамыз деп жоспар құрып отыр. Бірақ бұл тек құр жоспар ғана. Тіпті NASA-ның өзі, егер осындай қарқынмен дамытын болсақ, онда біз Марсты бағындыра алмайтынымызды мойындап отыр. Марсқа ұшуға бөгет болып тұрған басты проблема бұл зымыран. Қазіргі кезде NASA өте қуатты SLS атты зымыранмен Орион ғарыш кемесін құрастыруда. NASA-ның бар үміті осы Орион ғарыш кемесінде. NASA-ның жоспары бойынша Орион ғарыш кемесі келесі жылы қыркүйекте айға ұшуы тиіс еді. Айға ұшуының басты себебі SLS пен Орион кемесін толық тексерістен өткізу. Себебі айдан соң Орион кемесі Марсқа аттануы тиіс. Бірақ қаржылық және техникалық проблемалардың кесірінен кейінге қалдырылды. Әсіресе техникалық проблема өршіп тұр, себебі Орион ғарышқа шығуын шығады. Бірақ Марсқа немесе айға қонып, қайтадан кері қайту технологиясы әлі құрастырылмаған. Ал кез келген ғарыш саяхаттың басты мақсаты ол сондағы ғарышкерлердің аман-есен оралуы мен олардың қауіпсіздігі. Ғарышкерлердің қауіпсіздігі туралы айтатын болсақ, бұл жерде де бізді көптеген қиындықтар күтіп тұр. Барлығымыз білетіндей, біздің жер планетамыздың атмосферасы мен магнит өрісі бізді неше түрлі радиация мен гамма сәулелерден қорғап тұр. 69 жылы американдық астронавттар айға барып келген кезде олар ешқандай радиациямен уланбады. Себебі біздің планетамыздың магнит өрісі миллиондаған километрді қамтиды, яғни айды да қорғайды. Ал егер де біз Марсқа ұшқан кезде, біз өзіміздің жеріміздің магнит өрісінен шығып кетеміз. Сол кезде біздің ғарышкерлер неше түрлі радиация мен гамма сәулелердің әсеріне тап болады. Радиацияның кесірінен ғарышкерлер қатерлі дерттерге шалдығып, тіпті Марсқа жетпей көз жұмуы мүмкін. Себебі біздің ғарыш кемеміз және скафандрлар ондай көп мөлшердегі радиацияға арналмаған. Марсқа аман-есен жеткеннің өзінде де бізді ол жақта қауіп күтіп тұр. Себебі Марстың беті канцерогенді шаңға толы, яғни онда улы элементтер көп. Ғарышкерлер онда бір жылдай болады. Сол бір жылдың ішінде олар неше түрлі қауіпті дерттерге шалдығуы мүмкін. Себебі Марста шаңды дауылдар олар қауіпті ауа райына айналған. Жарайды, канцерогенді шаң мен радиациядан аман қалдық деп есептейік. Бәрібір бізде шешілмей тұрған проблема бар. Бұл оттегі проблемасы. Жоспар бойынша ғарышкерлерді өсімдіктер оттегімен қамтамасыз етуі тиіс. Бірақ Марста өсімдіктер жердегідей деңгейде оттек бере алмайды. Яғни ғарышкерлерге қажетті деңгейде оттегін шығарып үлгермейді. Сондықтан шамамен 2 айдан кейін ғарышкерлер өліп кетеді. Бұл қиындықты да шештік деп есептейік. Бірақ бізде өмірі шешілмейтін қаржы проблемасы бар. NASA 90 жылдары Марсқа саяхат жасау үшін қанша қаржы жұмсалатынын есептеген болатын. Сол жылдардың өзінде Марсты бағындыру үшін шамамен 400 миллиард доллар қажет болды. Бұл сол кездің ақшасы. Қазір оның деңгейі бірнеше есе өсті. Америка сияқты мықты елдің өзіне де бұл сумма өте көп. Мысалы, NASA SLS атты зымыран жай тексерістен өткізу үшін 400 миллион доллар қаражат жұмсады. Ал енді Марсқа барып қайтуға қанша қаражат жұмсалатынын есептей беріңіздер. Егер де барлық елдер біріксе, қаржы проблемасын шешуге болады. Бірақ әр ел өз басын ойлап Марсқа бірінші болып аяқ басқысы келеді. Егер адамзат жарқын болашақ үшін бірікпесе, алға қарай қадам басуымыз қиынға соғады. Осы жылдың соңына дейін Илон Маск Марсты отарлау жоспарын көпшілікке жариялау тиіс. Егер де Илон Маск жаңадан бірдеңе ойлап таппаса, онда Марсқа аяқ басуымыз екіталай. Сондықтан сен өзің дамыт. Сіздердің болған мен Әскербек. Сау болыңыздар, көріскенше.